Hi! Бүгін біз сіздермен зат есімдерді өтеміз. Зат есімдер ағылшын тілінде екі топқа бөлінеді. Саналатын зат есімдер countable nouns, саналмайтын зат есімдер uncountable nouns. Енді саналатын зат есімдер дегеніміз не? Соны қарастырайық. Саналатын зат есімдер олар біз қолмен ұстап 1, 2, 3 деп қазақ тілінде санай алатын зат есімдер ағылшын тілінде де саналатын зат есімдерге жатады. Мысалы, 2 кітап, 2 books, 3 сөмке, 3 bags, 5 алма, 5 apples деген сияқты. Осы зат есімдерді біз санай аламыз. Енді саналмайтын зат есімдер дегеніміз не? Саналмайтын зат есімдер дегеніміз ол сұйықтықтар ағып кетеді, немесе ұнтақтар шашылып қалады, немесе құрылыс материалдары, олар әлемде өте көп. Ақша да әлемде өте көп. Осы заттарды және де тағы да абстрактілі ұғымдар, мысалы, махаббат ол бар, бірақ біз оны қолға ұстай алмаймыз, осындай ұғымдар және шашылып қалатын, төгіліп қалатын заттардың барлығы, олардың барлығы саналмайтын зат есімге жатады. Және де тағы бір қулықты айтайын, лайфхак, қалай зат есімдердің саналатын, саналмайтынын білуге болады. Егер зат есімдерді санау үшін бізге міндетті түрде бір ыдыс, бір құты, немесе валюта керек болса, осындай зат есімдер, олар саналмайтын зат есімдер. Мысалы, $5 деген сияқты, $5. Ақшаны біз 1 ақша, 2 ақша, 3 ақша деп санамаймыз ғой, таза түрінде санай алмаймыз, Сондықтан біз осылай қазақ тілінде айтып көреміз. Бұл лайфхак. Қазақ тілінде айтып көреміз. 1 ақша, 2 ақша деп айтпаймыз. Бізге валюта керек. Егер бұл валютаны ыдысты, тағы да бір қорапты өзіне талап етсе санау үшін, демек ол саналмайтын зат есім. Мысалы, 1 шыны су, a glass of water, 1 шыны, 1 стақан су деген сөз, Немесе a bowl of soup. Soup деген бізде ол сорпа, тамақ, bowl деген кесе. Сондықтан әрқашан осындай бір құтыны, кесені, немесе тағы да бір басқа да өлшейтін ыдыстарды талап ететін зат есімдер, олар әрқашан саналмайтын зат есімдер. Оларды білу үшін қазақ тілінде, жаңағы айтқан лайфхак, қазақ тілінде сол зат есімдерді таза күйінде санап көру керек. Егер қазақ тілінде таза күйінде 1, 2, 3, 1 сорпа, 5 сорпа деп санай алмасақ, бұл зат есімдер саналмайтын зат есімдер.